Баланы мектепке беруге негізі асықпау керек. Неге? Өйткені бала ойынның баласы. Ойынның баласын алып, ойнап жүрген баланы жұлып алып ол мектепке бергеннен кейін бала көбінесе осы 5-6 жастағы балалар көбірек сынып қалады. Оқу орталығына негізі бірінші келген кезде диагностика аламыз. Диагностикада бала белгілі болып тұрады. Қай жерден пробел болып тұрған. Егер де бала өз-өзіне қызмет жасай алмаса, онда мектепте бала ең әлсіз бала болады. Ең нашар оқитын бала болады. Өйткені барлығын ата-ана жасап отырады. Енді баланы мектепке баратын жасында ЗРР, ЗПР диагноздары болса, ол балалар дәстүрлі білім беруге ілесе ала ма? Жалпы қатарына ілесіп білімді оқуды қабылдай ала ма? Қалай ойлайсыз? Мен ата-анаға айтамын. Балада диагноз бар. Мектепте отырғаннан сізде не пайда? Егерде оның мұғалімі ондай мамандық оқымаған болса. Жапонияда бір құдай ұрып қалды деген оқушының өзі, 3-ке оқитын оқушының өзі жылына 10-15 кітап оқиды дейді. Баланың білімге деген қызығушылығын қалай арттырамыз, қалай дамытамыз? Ата-ана өз-өзін дамыту керек. Мысалы, балада қандай пробелдер болып жатыр, балалар қандай проблемалар болып жатыр. Қазір не көп? Инстаграм көп. Қазір не көп? Оқу көп. Қазір не көп? Курс көп. Кез келген курстарды оқи бермей, өзіне керекті нәрселерді оқу керек. Содан кейін басқа ата-аналармен де бөлісіп отыру керек. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бұл ұлтқа һәм ұрпаққа біліммен пайдалы болуды көздейтін Шырағың сөнбесін арнасы тізгінде мен, журналист Ділназ Дидарқызы. Біздің бүгін студиямызда қонақта арнайы Ақтаудан келген логопед, Жайсан Kids академиясының меңгерушісі Ханшайым Ақшабайқызы. Ханшайым ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Арнайы ат артып Ақтаудан келгеніңізге алғыс айтамын. Ханшайым ханым, енді жаңа айттым ғой, Жайсан Kids академиясы негізін қалаушы деп, бұл академиямен бірінші танысып алайықшы. Оқушыларды білуімше мектепке дайындайды, иә? Толығырақ осыны бір біле өтсек. Мен аты-жөнім Ханшайым Ақшабай. 22 жылдық тәжірибем бар. Мат эксперті және логопед-дефектолог, педагог-психолог мамандығын есімін. Қазір таңда Жайсан Kids академиясының меңгерушісі болып жұмыс жасаймын. Өзім қарамағымда 3 мұғалім жұмыс жасайды. Жылда біз 200-ден астам балаларды оқытып мектепке дайындап шығарамыз. Көбінесе мат топтарымен, мектеп алды даярлық топтарымен жұмыс жасаймыз. Қазір таңда жаз уақытта мектеп алды даярлық тобымен жұмыс жасап жатырмыз. Балаларды бірінші сыныпқа дайындап жатырмыз. Балаларды бірінші сыныпқа дайындау дедік қой. Енді Ханшайым ханым, қазір көп ата-аналар баланы мектепке дайындауды, мектеп формасын дайындау деп түсінетін секілді. Ананың көңілі қазір балада емес, далада. Тек қана киімін, материалдық деңгейін бір толықтырып қойсақ, бала мектепке баруға дайын деп ойлайды. Негізі баланы мектепке қалай дайындау керек біз? Көбінесе баланы ата-ана бойына қарап, жаңағы дене бітіміне қарап, физиологиялық тұрғыда бала дайын деп ойлайды. Негізі 6 жастағы бала, 5 жастан 6 жасқа қараған бала негізі мектепке дайын емес. Көп ата-аналар негізі мектепке дайындық дегенді форма алудан, мектеп құралдарын алудан сонымен байланыстырады. Мектепке дайындау үшін дайындықты біз бірінші күн тәртібінен баланы ерте ұйықтатып, ерте тұрғызуға үйренуіміз керек. Өйткені бірінші қыркүйек күні бала ерте мектепке баратын болғандықтан баланы психологиялық тұрғыда дайындауымыз керек. Негізі мектепке беруге асықпау керек. Баланың физикалық емес, психологиялық тұрғыда дайын болған кезде баланы негізі мектепке берген дұрыс. Көп жерде ата-ана баланы жасы келді, көршім беріп жатыр, тұман беріп жатыр, келінім беріп жатыр деп, анау берді, мынау берді деп асық мектепке беріп қояды. Сол себептен бірінші баланы дайындау үшін психологиялық тұрғыда баланы дайындап алу керек. Содан кейін баланы мектепке беруге негізі асықпау керек. Неге? Өйткені бала ойынның баласы. Ойынның баласын алып, ойнап жүрген баланы жұлып алып ол мектепке бергеннен кейін бала көбінесе осы 5-6 жастағы балалар көбірек сынып қалады. Сол себептен психологиялық тұрғыда дайындау керек деген ойдамын. Өте дұрыс айтасыз. Енді 5-6 жастағы балалар деп айтып жатырмыз ғой. Қазір шынымен ата-аналар баласын 5 жастан, 6 жастан, 7 жасқа жеткізбей мектепке беруге әуес секілді. Осыған сіздің маман ретінде көзқарасыңыз қандай? Негізі баланы 7 жастан берген жақсы. Неге? Өйткені 6 жастағы бала көбінесе қайырымға келмейді. Неге? Өйткені ол әлсіз, жақсы дамый қоймаған. Ал негізі 7 жаста баланың алдыңғы ми бөлігі дамиды. Ол жерде есте сақтау қабілеті, естіп қабылдау қабілеті, және де әдемі жазу, соның бәріне алдыңғы ми жауап береді. Ал 6 жастағы бала кішкене әлсіздеу болады.
ол енді 15 минут 20 минут отыра алмайтын балалар, 6 жастағы балалар, зейіні тұрақсыз балалар, естіп қабылдау өте төмен балалар. Сол себептен 7 жасқа толған баланы мектепке берген дұрыс. 7 жасқа берген бала бізде негізі көрініп тұрады. Бізде маттабу ғой. Маттабында 5-тен 6 жасқа қараған оқушылар келіп жатады. Сосын алдыдан бір 3 ай 4 ай өткен жастағы балалар келеді. Біздегі ең бірінші біздің өзіміздің атқаратын жұмысымыз баланы лидер качествоны оятуымыз керек. Лидерлік качествоны қалай оятамыз? Бала бірінші келеді, ол дым білмейді. Келгенде біз енді оны бірінші сыныпқа дайындаймыз ғой, мат тобын. 9 ай бойы осы мат тобын бірінші сыныпқа дайындаймыз. Баланы есте сақтау қабілетін дамытамыз. Содан кейін есту қабілетін дамытамыз. Кішкентай бала негізі. Қазіргі кезде жаз уақытта бізге бала көп келеді да. Қарап отырасың, ата-ана деген негізі көп несе ата-ана қателеседі. Баланы әкеледі 5 жас 5 ай, 6 жасқа ең толған баланы алып келеді, мектепке дайындап беріңізші дейді. Енді қарайсың ғой, баладан бірінші диагностика өтеміз. Диагностика өткен кезде бала көрініп тұрады, кішкентай, прям нәзік, ештеңе көрмеген, ол аппақ парақ қой. Сосын жаймен үйретіп бастағанда бала жаймен жылап бастайды. Сосын бір кішкене өздерінің ойыншықтарымен келеді. Мен мамаларына айтамыз, ол бала дайын емес, мектепке бермей ақ қойыңызшы, өйткені кішкентай қалды, 5 жастан енді асты, 6 жасқа енді қарады деген кезде 1 қыркүйек күні бала 6-ға толады дейді да. Берер. Негізі бала 6-ға толған кезде берудің қажет жоқ. 6 жас 6 ай, қаңтар, ақпан, наурыз айында толған балалар, вот соларды берсе болады. Ал 7 жасқа толмай жеткен баланы бергенде оған көп күшті салуға қажет жоқ. Мысалы айтып жатырмын, бізде балалар келеді, кішкентай балалар, мектепке дайын емес, негізі обал да. Ойыншықтарымен келеді, кішкене жазу бересің, жазу жазады да, апай мен шаршадым дейді. Жақсы, кішкене жаса ғой тағы да деп жүргенде тағы да жазады да, ойыншығына қарап қояды. Тағы да жазады, ойыншығына қарап қояды. Ол қолдары да әлсіз, саусақтары да әлсіз, ірі моторика дамымаған, мелкомоторика дамымаған. Сол себептен баланы обал деп айтсаңыз да ата-ана тыңдамайды ғой. Жоқ, мен абысыным беріп жатыр, көршім беріп жатыр, біз балабақшада бірге болған балалар беріп жатыр мектепке. Сол себептен қатарынан қалмасын деген бір сөз бар. Білмеймін, ол қалай қатарынан қалып жатқан. Негізі психология тұрғыда қатарынан қалмау керек, чем физиологиялық тұрғыда. Мейлі бойы ұзын болсын, дене бітімі жаңа толық болсын, бола берсін. Просто асықпай 7 жаста берген дұрыс деп ойлаймын. 7 жаста зейін тұрақталады баланың. Берілген тапсырманы зейін қойып тыңдайды. 10-15 минутқа шыдамды отыра біледі. Сол себептен 7 жаста бергенді негізі құп көрем. 6 жас, 2 ай, 6 жастан негізі баланы беруге мен өте қарсымын. Ханшайым ханым, енді баланы мектепке беретін жаста 7 жасқа толып тұрған бала делік, оның сөздік қоры бір ойлау деңгейі белгілі бір деңгейде болу керек пе? Осы бала дайын деу үшін қандай да бір белгілері бар ма? Мектепке дайын бала негізі сөйлегенде сөзді дыбыстарды анық шығару керек. Бірінші дыбыстарды анық шығару. Кез келген сөзді сөйлеген кезде 5 сөзден 10 сөзге қараған сөздерін сөйлеп қоялау керек. Мысалы, кей балалар, көп негізі балалар келіп жатқан, балалар дегенді бабалар деп айтатын, шаналар дегенді саналар деп айтатын. Көрсе, аузында дыбысы жоқ балаларды ол жаңағы мектепке берудің қажет жоқ. Бірінші логопед дефектологпен жұмыс жасау керек, логопедке барып дыбыстарын қойып алу керек. Тілі таза болу керек. Бірінші сыныпқа баратын балалардың. Сосын балалар көбінесе зейіні тұрақты болу керек. Берілген тапсырманы орындай білу керек, сосын ереже сақтай білу керек. Мұғалімнің айтқанын қабылдап, естіп қабылдап, соны кері мұғалімге жауап беретіндей деңгейде болу керек. Балалармен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Балалар ортаға салғанда бала көбінесе ашыла алмайды. Сол жағын көп қарау керек. Балалармен көбірек ойната беру керек, балалармен араласу керек. Балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасаған кезде шетте қалып қоятын балалар бар. Сол себептен мектепке дайын бала өзін еркін ұстай білу керек, өз ойын еркін айта білу керек деп ойлаймын. Ал енді қосымша оқу орталықтарына не үшін жүгіну керекпіз деп ойлайсыз? Қазір оқу орталықтары өте көп, бірақ бұған дейін мысалы 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын мұндай оқу орталықтар болмаған да шығар. Енді бірақ бала мектепке баратын жаста оқу орталыққа жүгінудің белгілі бір пайдасы бар ма? Не үшін жүгіну керек? Біз тек қана ұстазға, тек қана мектепке баланы тапсырып қоятын ата-аналар да бар ғой? Оқу орталығында бізде, мысалы оқу орталығында мектеп оқушыларын дайындаймыз. Сосын бірінші сыныптан қазіргі таңда бірінші сыныптан 6 сыныпқа дейінгі келетін балалар бар.
оқу орталығы не дамытады? оқу орталығына негізі бірінші келген кезде диагностика аламыз. Диагностикада бала белгілі болып тұрады, қай жерден пробел болып тұрған. Мысалы 6 сыныптың баласы келеді, буындап оқи алмайды, есеп шығарғанда саусақ қолданады. Ол 6 класста айтып жатыр, 6 сыныпты. Енді бізге келетін 2 сыныптың оқушылары бар, 1 сыныптың оқушылары бар. Енді бізде көбінесе қазан-қараша айларында оқушылар көбейеді бізде. Неге? Өйткені мектепке барады, жаңа дайын емес бала мектепке барады, бірінші қыркүйек өтеді, жеңіл тақырыптармен сөйлем құрау дегенмен жұмыстанады, содан кейін уже тапсырма беріп бастайды. Сол кезде бала көбінесе ақсаңдайды. Жаңа берілген сұрақтарға дұрыс жауап бере алмай қалады деген сияқты. Біздің орталыққа келген балалардың біз қалай тексереміз? Бірінші диагностикаға келгенде баланы толыққанды анасы отырады қасында, баладан диагностика өтіп аламыз. Диагностика өткен кезде баланы бірінші зерттейміз. Бала есіктен кірді, есіктен кірген кезде жүрісіне, аузына, шашын, қимылына дейін қараймын. Мен өзім солай қараймын диагностика өткенде. Жақсы деймін, мамасы отырады қасында. Баланы аламда, бізде пуфик бар, қызылды жасылды пуфик бар, соны аламда. Енді мен баладан тексеруім керек. Бала түр-түсті біле ма, пішіндерді біле ма, санай біле ма деген сияқты сұрақтар қойып бастым. Бірінші келген кезде пуфиктер бар бізде, пуфиктерді алып, кел қасыма келе ғой жаным деп жақындатып аламын. Сосын мамасына айтамын, мен диагностика аламын, сіз қана бақылаңыз деймін. Пуфикке келіп отырады, атын кім деп сұраймын, аттарын айтады, жасын нешеде деп сұраймын, жасын айтады. Содан кейін жаймен уже пішіндерді сұрап бастаймын. Түстерді сұрап бастаймын. Мен алдында көптеген көрнекіліктер тұрады. Мысалы, мына қандай түс, мына қандай түс, мына қандай жақсы, үшбұрыш, жақсы, үшбұрыш деп айтып жатса, мен айтамын, үшбұрышпен, мысалы, мен үшбұрыштан пицца жасауға болады. А сен не жасайсың деген кезде бала кішкене мен енді оның қарым-қатынасын, қалай сұраққа жауап беретінін тексеріп жатырмын ғой. Үндемей қалады. Сосын шеңберді көрсетемін. Мына шеңбер. Шеңберден не жасайсың? Мен мысалы күн жасаймын шеңберден дегенде, ол мысалы шеңберден дөңгелек жасаймын деп жауап беріп жатса, жақсы деп плюстарды қойып отырамын. Содан кейін 1-ден 10-ға дейін санауды сұраймын. 1-ден 10-ға дейін санайды, содан кейін кері санауды сұраймын. Егер кері санап тұрса, одан кейін санның көршілерін сұраймын. Санның көршілерін сұраған кезде біресе ақсандап жатады, біресе жауап беріп жатады. Егер санды айтып жатыр, сосын санды таниды екен. Сандарды көрсеткен кезде уже бала шатасып бастайды. 3 дегенді 6 дейді, 8 дегенді 10 деген сияқты әртүрлі шатасулар болады. Бірді білет бала, 2-ні білет, 3 келгенде шатасатын балалар болады. 10-ді білет, өйткені олар бала жаттанды ма, немесе шынымен шынайы жауап беріп тұр ма, соның бәрін тексеремін. Содан кейін барып жақсы деймін, математикасына кішкене плюс қоямын. Өйткені балалар алға дейін санап, алға және кері санап тұр, оған плюс, ал санды танымай тұрғаннан кейін уже балада пробел болып тұр. Бала ауызша біледі, бірақ санды танымай жатыр. Одан кейін екінші тапсырма әріптерді сұрап бастаймын. Әріптерді сұраймын. Содан кейін әріптерді білмей жатса сұраймын. Қайда барып келдің? Қайда оқыдың? Балабақшадан келген балалар болады, мектепте оқыған балалар болады. Әріптерді танымай жатса, 5-6 әріп танып жатса, болды, уже бала дұрыс оқи алмайды деген сөз. Буынға дұрыс салмайды деген сөз. Өйткені бала 1-ші сыныпта оқыса да, ол 4-5 әріпті ғана біліп тұр. Болды, баланың оқуында кішкене пробел бар. Үлкен енді жирный минус қоямыз, потому что әріпті 5 әріп танып тұрса, арғай оқи алмайды деген сөз. Сол жерден пробел бар екен тексеріп аламын. Содан кейін баланы секіртемін. Ремоторикасы қаншалықты дамыған екен. Шапалақтаймын, естіп қабылдау. Шапалақтаймын. Мысалы, 3 рет шапалақтасам, бала 3 рет секіру керек. Секіргеніне де көңіл аударамыз. Бала қалай секіріп тұр? Тук-тук-тук аяқ ұшымен секіріп тұр ма, немесе табанмен секіріп тұр ма? Ол да үлкен рөл атқарады. Баланың кәдімгі физикалық тұрғыда дамығаны көрінеді. Ремоторикасы қаншаға дамыған екен. Содан кейін отырғызамын да, сосын айтамын, көзін жұмамын да, сұраймын. Енді 24-те жетті, мамасы қасына жетті, анасы қасында. Бала анасының киген киіміне назар аударама, аудармай ма? Көзін жұмамын, сұраймын. Сенің анаң не киіп алған? Үстіне не киген? Қандай түсті киген? Үсте, мысалы, жейде кезде көйлек киіп алған деп айтады. Түсі қандай? Мысалы, қоңыр түсі киетін болса, ол көк деп айту мүмкін. Негізі түстерді айтып тұрды ғой. Енді анасының не киіп алғанын даже бала білмейді. Аяғына не киген? Жақсы, оны қоям. Анасының қасында тұрғанда көңіл аудармайтын шығар, жақсы, енді қоймайды, бала есе сақтай алмайды. Енді өзінің үстіндегі нәрселерін сұраймын. Сен қандай ақ киім киіп алғансың?
енді балада 3-4 аяқ киім болса ол шатастыруы мүмкін. Негізі 1-2 аяқ киім, жазғы киім, аяқ киімдер 1-2 болады ғой. Басын айтып келе жатады да, содан кейін сұраймын, басындағы резинкаң қандай түсті? Уже сол жерде біраз тоқтап тұрады, ұстайды өзі. Я ұстап көрдім. Содан кейін айта алмайды, түр түсінде айта алмайды, өйткені бұл бала мән бермейді. Содан кейін балаға өз-өзіне қызмет жасай алай ма? Мамасынан сұраймын, анасынан. Бірінші бала үйде жұмсалмаған көрініп тұрады негізі. Ана орындықты алып келе жатқан кезде, пуфикті алып келе жатқанда мамасы көмектесейін деп, мамасына айтамын. Сіз үндемей отырыңыз. Тек қана бала. Мен баланы көтеретіндей ғана сондай салмақта пуфиктер олар. Бала әкеле жатқанда не үшін мен пуфикті алдырып жатырмын? Өйткені ана пуфикке алып келе жатқанда соған мән берсін деймін, түсіне. Алып келеді, сосын сұраймын, қандай пуфикке отырдың деген кезде, бала зейін қоймаған соншалықты қандай пуфикте отырғанын білмейді. Содан кейін уже өз-өзіне қызмет жасай ала ма? Хотя өз-өзіне қызмет жасай ала ма екен деп, давай сұраймын. Сен басыңды кім жуады? Мамам жуады. Сен не істейсің? Денелерін кім жуады? Мамам жуады. Давай енді екеуміз шомыламыз деймін. Қолымда карандаш болады, карандашпен суғям. Өтірік ойын дейді, оны карандашпен суғям. Бала уже басын былай жуа алмай тұрғанда қолын қимылына қараймыз. Жуа алмай тұрғанда даже басын бүйтіп үйкелейді бала. Ондай жоқ. Бала бүйтіп тұрады, көрсете алмай. Содан кейін сұрап айтамын, бала өздігінен жұмыс жасамайды. Бала жұмсалмаған. Бала өз-өзіне қызмет жасай алмайды. Неге? Өйткені барлығын ата-ана бала үшін орындап отырады. Егер де бала өз-өзіне қызмет жасай алмаса, онда мектепте бала ең әлсіз бала болады, ең нашар оқитын бала болады. Өйткені барлығын ата-ана жасап отырады. Бізге алдымызға келген 3-ші сыныптың оқушысы болсын, 4-ші сыныптың оқушысы болсын, барлығын осы тапсырманы орындатамын. Содан кейін барып уже балада өз-өзіне қызмет ете алмайды. Жаңағы сонымен жұмыс жасау керек. Әріп танымайды, әріппен жұмыс жасау керек. Математиканың кішкене бізге жеңілдік бар. Математиканы біледі екен деген сияқты өз-өзімізге белгілеп отырамыз. Бір балалар келеді енді 5-ші сыныптың оқушысы, 4-ші сыныптың оқушысы әлгі уақытқа дейін ата-аналар қолына ұстап жетектеп әкелетін балалар болады. Олар негізі бәрібірде сыныпта ең артында отыратын балалар деп ойлаймын. Негізі бізге қосымшаға жақсы оқитын балалар келмейді, нашар оқитын балалар келеді. Ерте беріп қойған мектепке дайындықсыз барған балалар ғой негізі. Енді 4-ші сыныптың 5-ші сынып оқушылар келген кезде қай жерде пробел болып жатыр? Олар тексергенде бастапқы фундамент дұрыс құйылмаған. Бастапқы фундаменттен баладан қателік кеткен. Көбейту, бөлуді білу керек қой. Теңдеулерді білу керек деген сияқты. Балалар теңдеулерді білмейді. Неге? Өйткені қосып азайта алмай жатыр бала. Қосып азайту деген кезде үлкен бала саусақ санағысы келіп тұрады. Мен бәріне мүмкіндік беремін. Саусағын санай ғой жаным. Қалай сен шығарған ыңғайлы саған солай жасай бер. Ештеңе етпейді. Мамасы біледі. Сен білетінен ғой. Деп айта береді. Шаншықтырмайды баласына. Негізі баламен бірінші жақсы коммуникацияда жұмыс жасаймын. Баланың өзі маған сенімді түрде. Мен оның мұғалім емес, мен оның екінші анасында көру керек. Жақсы өзіме назар аударғаннан кейін, қарым-қатынас жасап болғаннан кейін бар баладан барлық нәрсені сұрап аламын. Бала толыққанда жауап береді. Содан кейін баланың қандай жерде пробел кетіп жатқанын сонымен жұмыстанамыз. 1 ай, 1,5 айда жақсы нәтиже шығарамыз негізі. Соған жұмыстанамыз. Өйткені бізде оқу ақысы өте қымбат. Оқу ақысына емес, баланың бастапқы навыктары жоқ болғандықтан біз қай жерде ақсаңдап тұрғанын тез біліп отырамыз. Есіктен кірген бойда қыздардың шашын қимылына дейін қараймын деп айттым ғой. Шашы мысалы болып тұратын болса, ол бүйтіп болып тұрған шаш қимылдамай келмеу керек мен алма. Ол қалай да былай қимылдау керек. Енді бізге матқа келетін оқушыларда біз сол шаштарын қимылдатумен жұмыс жасаймыз. Егер де бала шашы анда-мұнда қимылдап келетін болса, ол балада уверенность болады. Ал жай бала, сүмірейіп жүретін бала, жай бәрін мамалары, ата-аналары орындайтын балалар, олар жай болады. Артында көмектеседі ау деген сенімсіздік болады. Сол себептен олар шаштар мүлдем қимылдамайды. Аузын ашық тұрғанына да аузы ашылып, ұйқысы келіп, әрең жүретін балалар болады. Барлығын лидерский качествоны оятуға жұмыс жасаймыз. Бірінші лидерлік качествоны оятқан кезде ғана бала жанады. 5-6 сыныптың оқушылары келгенде сүмірейіп отырады да. Берген есепті көмектес деп көмек сұрап отырады да. Бастапқыда барлығын үйретеміз. Көмектесеміз. Содан кейін жаймен тақтаға шығарып бастаймыз.
4-ші сыныпта оқушысы келді. Мынандай болды, 4-ші сыныпта оқушысы келді, барынша үйретіп жатырмын, теңдеу үйретіп жатырмын. Теңдеуде пробел болып тұр. Тақтаға шық деймін да, тақтаға шықса күле береді да. Мен айтамын, неге күлесің деймін да. Апай шынымды айтайын, тақтаға бірінші рет шығып тұрмын дейді. Сонда менде ой болып тұр да, 4 жылдан бері бала тақта көрмеген, тақтаға шығып көрмеген. Сондай да оқушылар болады екен. Негізі ондай оқушылар бізде көптеп келеді. Бірақ барынша әр келген оқушыға жақсы нәтиже көрсетуге жұмыс жасаймыз. Біз тек қана нәтижемен жұмыс жасаймыз. Бізге оның берілген ақша жаңағы қымбат болғаннан кейін көбінесе ата-ананың қалтасын барынша енді ата-ана көбінесе ақтайтындай, иә, сол ақшаны ақтайтындай етіп жұмыс жасаймыз. Таңертең кешкен бізде таңертең сағат 9-дан 8:30 ашылады. Түнгі сағат 11-ге жұмыс жасаймыз. Бізде 5 смена. Шаршамаймыз, барлық энергиямызды балаға жұмсаймыз. Содан кейін шығар бізде оқушы көп деп біз мектепке көбінесе реклама жасамаймыз. Балалар бізде бір бала оқып келсе, ендігіде соның қарындасы немесе сіңлісі деген сияқты бірінен бірі естіп келе береді. Бүкіл әулет келеді, иә, артынан. Өте керемет, Қаншайым ханым, шыны керек. Мынадай әдістерді мен өзіңізден бірінші рет естіп отырмын. Мүмкін бізді көріп отырған ата-аналар үйде баласын тексеріп көрсін, иә, баласының киімін түсін сұрап, иә. Себебі мұндай әдістерді көп жерден ести бермейміз, және оқу орталыққа апарып баланың бір диагностикадан өтіп білімін, деңгейін қарап алу, анықтау бір баланың болашақта оқу үлгеріміне әсер етеді деген ойдамын. Қаншайым ханым, сізді логопед маман деп басында таныстырдым ғой. Қазір балаларда ЗРР, ЗПР деген диагноздар өте жиі анықталып жатыр. Соңғы 5 жылда бір жаңбырдан кейінгі пайда болған саңырауқұлақтай көбейді деп мамандар да, ғалымдар да дабыл қағып жатыр ғой. Енді баланың мектепке баратын жасында ЗРР, ЗПР диагноздары болса, ол балалар дәстүрлі білім беруге ілесе ала ма, жалпы қатарына ілесіп білімді оқуды қабылдай ала ма? Қалай ойлайсыз? Иә, қазіргі таңда ЗПР, ЗР деген диагнозбен келетін балалар өте көп. Біз 1 жылдан бері осындай балалармен жұмыс жасаймыз. Орталыққа да сондай оқушыларды қосамыз, өйткені мектепте оларға отыруға рұқсат берілген. Ерекше білімді қажет ететін оқушылар негізі мектеп қабырғасында отыру керек. Бірақ олармен мамандар жұмыс жасау керек. Енді көп ата-аналар бізге диагностикаға келген кезде көп негіз ата-аналар осы балалардың диагноздарын жасырады. Мойындамайды, иә? Мойындамайды, жасырады. Оларда мынандай бір қорқыныш болады. Мен алмай қалады ау, мен баламды мектепке алмай қалады ау. Менің баламның диагнозы біліп қоймаса екен деген сондай үмітпен келеді. Ондай этаптардан мен өзім өткенмін. Сол себептен ата-аналарды түсінемін. Көбінесе ата-аналарға көмек ретінде мен сондай орталыққа сондай балаларды қазір таңда алып жатырмыз. Бізде нәтиже өте супер. Нәтиже өте керемет. Бір ата-аналар болады. Мен балам енді диагнозын қабылдап айтатын ата-аналар болады. Мен балам ЗПР. Просто сыныпта отырса болам екен деген. Мектепке негізі сондай жағдаймен апаратын ата-аналар да бар. Мектеп қабырғасында жүрсінші, топта отырсыншы деген жаңа ұғыммен барады да. Негізі мен ата-анаға айтамын. Балада диагноз бар. Мектепте отырғаннан сізде не пайда? Егерде оның мұғалімі ондай мамандық оқымаған болса, мұғалім оны ештеңе жасай алмайды. Бала просто жүреді, төңкереді, айқайлайды, ол қалған балаларға кедергі жасауы мүмкін. Баланы мектепке беру үшін бірінші алдын ала дайындап алуымыз керек. Біздің орталықта алдын ала сондай балалармен жұмыс жасаймыз. Неге? Өйткені ата-анаға бірінші көмек керек қой. Ата-ана бармаған жері баспаған тауы жоқ. Барлық жерге барды, ең соңғы үміт бізде. Сондай балалар келген кезде балаларды бірінші қалай отыру керек екен, қай кезде шығу керек екен. Біздің өзіміздің методтарымыз бар, методикаларымыз бар. Сол методикамен жұмыс жасаймыз. Бала кәдімгі 2 айда танымастай өзгереді. Ата-ана да риза, біз де ризамыз. Енді қараңыз, бала мектепке барғанда ата-ана ойлайды, балалармен просто араласса екен, ештеңе жасамаса екен, жүре берсе болды. Мектеп қабырғасында мектепте оқып жүр деген ат болса болды. Ата-ана айтам, олар қателеспеңізші. Бала болғаннан кейін біз міндетті оқыту бізге міндет. Біз міндетті түрде оны оқытуымыз керек. Маған мысалы бала келіп просто отырып кету маған ол қызық емес. Бала келгеннен кейін, алдына келгеннен кейін, бұл біреудің аманаты ғой. Келгеннен кейін қалай да болса да қиналсам да сол баламен жұмыс жасауым керек. Ондай балалар бізге келген кезде бірінші этаптарда
жазуды үйреткен кезде бала қабылдап тыныш отырған ең бірінші баланы түсінік қалыптастыру ғой. Бала түсінік қалыптастырып алғанбыз, содан кейін бала отырғаннан кейін тапсырманы жаймен беріп бастаймыз. Бізде өзіміздің фишкаларымыз бар. Тапсырманы береміз. Тапсырманы бергеннен кейін осы тапсырманы орындасаң ғана тұра аласың деген ұсыныс жасаймыз. Иә, шарт болады. Бала бірінші кезде бағынбайды. Бала негізі психолог қой. Келген кезде бала ең бірінші жаймен ручканы жерге тастайды. Сосын қарайды, апай қандай реакция жасайды. Одан кейін екінші кітапты лақтырады. Апайдың реакциясы қалай екен, олар психологтар. Одан кейін үндемейсің ба, столды аударып жібереді. Одан кейін үндемесең, сен қолынан дым келмейтінін біледі да, балалар басқа шығып бастайды. Жоқ, балалар келгенде барынша өзімізге бағындыруға тырысамыз. Балаларға кәдімгі жақсы қарым-қатынас жасаған кезде, мен сенің досыңмын. Сен мені тыңдаған кезде ғана сен өзің аңсаған, өзің мақсатыңа жете аласың. Бірінші мына тапсырманы орындайсың, содан кейін барып тұрасың. Тапсырманы береміз. Неше минутта сосын зерттеп отырамыз. Неше минутта бала жыбырлап бастайды. Неше минутта бала қимылдап бастайды. Өйткені балалар гиперактивный болып келеді. Содан кейін уже бала енді жыбырлап жатқан кезде тапсырманы орындадым, болды, тұра ғой. Одан кейін 5 минут өзінің дегеніне барады. Мысалы, сурет салғысы келе ма, немесе бір жерде барып шұқылап тұрғысы келе ма, барады. 5 минуттан кейін қайтып орнына отыруға тырысамыз. Мысалы, менде бір оқушы болды, Заңғар деген оқушы. Тым тәртіпке келмейтін бала болды. Келгенде зейін тұрақсыз, бірдеңе айтса басқа жаққа қарап тұрады. Өзіме қарата алмадым. Сосын бір эксперт маман келді Астана қаласынан. Сол кісі айтты, сол кісіге негіз барғам, мен академиялық білім берем. Маған осындай ЗПР балалар келген кезде не қолданам? Маған бір көмегіңіз беріңізші. Өйткені ата-ана сондай үмітпен келеді. Мен ата-ананың үмітін ақтағым келеді деген ауыр нені өзімізге жүктеп аламыз. Содан кейін баланы результат шыққан кезде өзіміз қуанамыз. Сол кезде ол кісі айтқан, осы Заңғар деген балам болды ол кезде, мен айттым, маған бұны мектепке дайындауым керек. Өйткені бұл бала 8 жасқа кетіп бара жатыр. Мектепті қабырғасына отырғызуым керек. Мен қолымнан келеді осындай баламен жұмыс жасау деп алдым да, содан кейін айттым, мен академиялық білім беремін, бірақ мына балаға қалай білім беруім керек екенін маған кішкене ақыл ретінде қосыңызшы, маған егер біліміңіз болса, мен сізден курс алайын. Сол кісіден курс алып алдым. Содан кейін барып ол кісі айтты, егер сен осы Заңғарды отырғыза алсаң, тапсырманы орындата алсаң, онда сен сол видеоларды маған жіберген кезде мен қараймын деді, сіздің жұмысыңыз қандай екен. Егер отырғызсаңыз мұрныңыз кесіп берейін деген негізі. Содан кейін барынша жұмыс жасап, Заңғар деген баламыз 3 айдың ішінде зейінін қойып, маған қара, Заңғар маған қара, Заңғар маған қарашы, Заңғар маған қара. Енді біз ондай балалармен бұрын жұмыс жасап көрмейміз ғой. Өзіме қарата алып, зейінін тұрақтандырып алып, содан кейін айтамын, Заңғар енді өзін жақсы көретін жерлері болады олардың. Бірінші жібере аламын. Кел деймін, жіберем, сосын барып шкафтың қасында бір ойыншықтары болады. Немесе қай жерге точкаға сол жерге қойды, біраз уақыт сол жерде тұрды, значит ол сол жерді жақсы көріп тұр. Қоңырау соғылғанда сол жерге барады деген сөз. Содан кейін Заңғарға айтамын, Заңғар келіп отыр, мен саған тапсырма берем. Мына тапсырманы орындасаң ғана сол жерге шкафтың қасына барасың. Сосын магниттіктер болады. Бір магнитті қоямын, бір тапсырма берем. Мысалы, 3 тапсырма қиындатпаймын бірінші кезде. 3 тапсырма берем, магнитті қоямын, бірінші тапсырманы орындадым. Молодец, жарайсың. Енді көзі екі магнитке қаталып тұрады. Екі магнитті орындау керек қой. Сосын орындап болғаннан кейін қарайды, магнитті қойдың ба, қойған жоқсың. Сосын екінші магнитті қоямын. Молодец, орындадың. Сосын 3-ші тапсырманы қарайды да, жазады. Сосын 3-ші тапсырманы қояды да, мен магнитті қойып бастаймын. Тапсырма орындап болғаннан кейін. Сосын айтамын, барлық тапсырманы орындадым, болды, Заңғар, бар да, ойнай ғой деймін. Ол тіке барып сол шкафтың қасына барады. Сол жерде ойнайды, сүйікті жеріне барады. Содан кейін бір 5 минут өткеннен кейін қайтып шақырамын. Оған дейін мен тапсырма беріп дайындап қоямын. Енді кішкене 3 тапсырма бердім басында, енді 4 тапсырмаға кішкене күрделендіремін. Заңғар кел, тапсырма орындаймыз дейді. 3 рет айтқан кезде ол отыра қалу керек. Бірінші кезде барып ескертемін, екінші барып қайтадан барып ескертемін, үшінші барып айтқан кезде бала тез келіп отыра қалу керек. Негізі 3 рет ескертемін. 3 рет ескертілу керек негізі. Бала дайын болып уже мен шақырып жатыр, болды енді баруым керек деген сияқты сигнал болады да. Содан кейін келіп тапсырма орындайды. Сол баланы 4-ші айда
уже тақтадан қарап көшіруді үйреттім. Одан кейін оқуға үйреттім. Енді қазір бізде барлық тапсырманы орындайды. Әлі 1-ші сыныпқа бармаған түйіндеулер шығарады, тақтадан көшіреді, әліппені оқиды, содан кейін баспа түрді жазбашаға айналдырып көшіреді. Енді менде ең соңғы этап баламен түсінікті қалыптасып, түсініп, мысалы мәтін оқып беремін, соны түсініп маған келіп айтып беру керек. Сол жағымен жұмыс жасап жатырмыз. Енді қазіргі таңда Заңғарды демалысқа жібердік. Өте күшті, прям өзім таңғалымда біреудің жасағаны екінші адам жасай алады деп мен өз мұғалімдерге айтамын. Просто баланы жақсы керек, баланы зерттеу керек. Әр балаға жеке подход жасау керек. Осы подход дегеннен болады. Былтыр алдыңғы жылы оқыттым, 2 ай оқыттым. Бала шала дайын болды, мектепке берген. Мектепке барғаннан кейін кім дайындаған деген сізді қыркүйек, қазан айында ол бала ақсаңдап бастайды. Осындай орталықта оқыды, қанша оқыды деген. Содан кейін мұғалім маған айтып тұр: сіз 2 ай оқыттыңыз ғой баланы. Енді баланы зейіні шұғылданбаған, есте сақтауы төмен. Мен бастапқыда есте сақтаумен жұмыстанып сөйтіп отырдым ғой. Содан кейін ол мектепке кетіп қалды. 2 ай қалған кез келген. Сөйткен кезде мұғалім келіп айқай шарды: сіз 2 ай дайындадыңыз ғой, мына бала ақсаңдап отыр, сіз 2 ай осының ақшасын алдыңыз ғой деген сияқты әңгіме болды. Сосын айттым: апай, әр балаға жеке подход жасауыңыз керек. Мына балаға мынандай подход жасасаңыз, бала жақсы алып кетеді. Бастапқыда бар ғой, навыктар бар, бастапқы этаптарын өткен. Енді ары қарай осылай подход жасасаңыз, бала алып кетеді деп тұрмын. Өйткені ол бала көбінесе ұрысқанды жақсы көрмейтін, кәдімгі жақсы жылы сөйлейтін апайларға жақсы ашылатын болды да. Ол кісі кішкене қаталда болды. Сонда осы апай айтқан маған: әр балаға жеке подход жасап отыратын мен уақытым жоқ деп. Содан кейін неше бір жылдар өтеді, курс өткіземін, оқушыларды оқытып шығарамын. Бізден шыққан оқушылар барлығы негізі үздік болып шығады. Өйткені әр жыл сайын балалар тексеріп отырамын. Мектептер мұғалімдермен байланысып отырамын. Біздің оқу орталықтан шыққан оқушыларды без очередьсіз, без емтихансыз сразу қабылдайды. Неге? Өйткені олар дайын балалар. Сол мұғаліммен кездесіп қалып, мен курсымды алғысы келді. Сол кезде айтады: мен сізге жеке подход дегенді түсінбеген екенмін. Сосын курс оқытқанда айтамын: әр балаға жеке подход жасауымыз керек. Өйткені бала әр түрлі отбасынан шыққан, әр түрлі мінезді. Біреулерге жылы сөйлесең ұнайды, біреулер құрғақ болады, деп айқайлағаннан тек жылап отыратын балалар болады. Кәдімгі сындырып алмай балаларды әдемі дайындау үшін әр балаға жеке подход жасауымыз керек. Жыбырлақ балалар болады, олар деген кішкене айқайды жақсы көретін, айқайлаған кезде отыратын балалар болады. Сол себептен сол кезде сол кісі 3 жылдан кейін маған жеке подход дегенді енді түсініп жатырмын деп айтқан болады. Негізі баламен жұмыс жасау өзіме ұнайды. Әр балаға өзім жаным ашып тұрады. Егер балалардан жақсы результат шықса, өзім қуанамын. Осындай балаларды бізде ЗПР, ЗР балалармен жұмыс жасау арқылы балалар қазір бізде 12 бала оқып жатыр, оқу бітірді. Енді бір кабинет ашып қойдым. Негізі ондай балалармен мамандар жұмыс жасаған жақсы. Негізі коррекционный центрдің қыздарын жақсы мен деген қыздарына жақсы жалақы төлеп, сол қыздарға сол балаларды аманат етіп тапсырып жатырмын. Өйткені бала өте көп, арнайы білімді қажет ететін балалар және нормотипичный балалар. Сол себептен сондай балаларға орталықтың бір кабинетін ашып қойдым. Өйткені балалармен АФК-мен жұмыс жасау керек, балаларды кәдімгі толық ортаға дайындау керек. Ондай балалар неге мен алып жатырмын? Өйткені сондай этаптардан өттім, өзім басымнан өтті. Сол себептен көбінесе ата-аналарға көмектескім келеді. Бала негізі кез келген балалармен қарқынды жұмыс жасасаң, тоқтамай жұмыс жасасаң, балалар нәтижесін көрсетеді. Соған сенемін. Только тоқтап қалмау керек. Керемет. Енді Ханшайым ханым, баланың білімге, ары қарай кітапқа деген қызығушылығын қалай оятамыз? Бала бір өзі ізденіп оқу үшін, әлемдік зерттеу бойынша Жапонияда бір құдай ұрып қалды деген оқушының өзі, 3-ке оқитын оқушының өзі жылына 10-15 кітап оқиды дейді. Баланың білімге деген қызығушылығын қалай арттырамыз, қалай дамытамыз? Ең бірінші ата-ана жауапты балаға. Бала қазір кітап оқымайды. Шынды айтқанда кітап оқымайды балалар. Оқы деген өзінде оқымайды, қадағалайсың, арасында ұрсасын, әйтеуір бір бетті әрең оқып бітіретін балалар бар. Балалар түсініп оқымайды. Неге? Өйткені балалар кітапқа қызықпайды. Егер де сіз ата-ана болатын болсаңыз, үйде кешкі уақытта
бір 20 минут уақытыңыз бөліп балаларға кітап оқып беретін болсаңыз, кітап оқығаннан кейін ол кітапты түсінік өзіңіз айтып беруіңіз керек. Өйткені бала дұрыс түсіндіре алмайды. Өйткені сөздік қоры аз балаларда. Өзіңіз кітапты оқып, содан кейін түсінігін айтып беріп, содан кейін барып баладан сұрасаңыз, бала жақсы мықты жауап береді. Бала не істеді, қайтты, не туралы екен кітап деген сияқты. Негізі балаға кітап оқуға қызықтыруымыз керек. Кітапханалар бар, көп кітапханаларға оқушылар түгілі. Кітапханалар негізі мен деген үлкен кітапханалар бар, бірақ ол жерге оқушылар көп бара бермейді. Өйткені оқушылардың қызығушылығы жоқ. Мен сол кітапханаға алдыңғы жылы барған балаларды. Өзім сол кітапханаға негізі бірінші рет кірдім. Үлкен кітапхана, түрлі балаларға арналған кітаптар бар. Әртүрлі форматта. Енді ашсаң қызға бересің. Кәдімгі жануарлар болса, жануарлардың суреті прям қиылған, жаңағы әдемі кітаптар бар. Балаларды қызықтыру керек. Өйткені балалар көп кітап оқымайтын себебі телефонда отырады ғой. Телефон, гаджеттер жеп қойған ғой миыларын. Сол себептен кітапты оқыту үшін кітап оқитын ортамен араластыру керек баланы. Иә, керемет. Енді баланың логикалық қабілетіне байланысты сұрақ қояйыншы. Бір қызық бір тенденцияны айтсам, осы жылы ұбт-да гуманитарлық пәндерді таңдаған, қазақ тілі әдебиеті секілді пәндерді таңдаған оқушылар математикалық сауаттылыққа келіп шекті балды да жинай алмай жатыр. Қанша жерден жоғарғы бал алса да математикалық сауаттылық бал әсер етеді ғой, ол балды ұбт-та грантта қолдана алмайды. Енді логикалық қабілет негізі баланың бастаушыда қалыптастыру керек едік. Бұны қалай қалыптастырамыз, қалай дамытамыз? Сол кезеңді біз қазір өткеріп алып жатырған секілдіміз. Математика, негізі логиканы математикамен байланыстырады ғой. Жоқ. Негізі логика кез келген жаңағы тапсырманы берген кезде кәдімгі миды қосу керек. Сен қалай ойлайсың? Сенің ойынша қалай? Бұл қалай шығып тұр? Деген сияқты біз кез келген тақырыпты алатын болсақ, мысалы балаларды біз логикасын қалай дамытамыз? Мысалы маған келген балаларды, кішкентай балаларды, мысалы сұраймын. Сиырда 2 аяқ, 4 аяқ. Адамда 2 аяқ. Енді бір сиыр, 2 адам. Барлығында неше аяқ? Деген кезде балалар барлығы аузына қандай сөз келеді, қандай сан келеді, соны айта береді. Логикасын дамыту үшін негізі ата-аналар көп жұмыс жасау керек. Қазір көбінесе логикалық сұрақтар беріледі. Сұрақтардың бәрі жауаптары бір-біріне ұқсас болады. Балалар қайсысын таңдарын білмейді. Көбінесе балаларды мен дұрыс ойын ойнау керек. Логикасын ояту үшін. Содан кейін балаларды дамыта беру керек. Қорапшада түрлі түсті аңдар бар. Олар кішкентай. Соларды қатарынан қоямын да. Сосын 3 ыдыс болады менде. Қатарынан бірін қатарынан қоям. Жақсылап қарап ал деймін. Содан кейін барып жақсылап қарап алады. Содан кейін барып мен айтамын, үстерін жауып бастаймын. Үшеуін үстін жауамын. Жақсы. Енді сұраймын. Енді мынаның астында не бар еді? Кезегімен айтады. Мысалы, мынаның астында сиыр бар еді. Жақсы, аламын да, мына екіншісіне жабам. Мынаның астында не бар еді? Мынаның астында мысалы жылқы бар. Оны ретімен көріп тұр ғой. Мына жерге жабам. Уже ары қарай бала уже логикасы дамай қалады. Ары қарай уже бала білмейді. Өйткені балада ойлап тұрған жоқ, ол мынаны алып, мынаны жаққа жауып жатыр. Алады, мен айтамын, мына жағын жауады. Мен мынаны естеп, мына жағын сақтауым керек деген сияқты. Логиканы қоспайды балалар көбінесе. Сол себептен баланың көп несе ойын ойнау керек. Ойын ойнатқан кезде балалар кәдімгі миы, логикасы дамиды. Сосын көбінесе сұрақ қою керек. Сен қалай ойлайсың? Не ойлайсың? Сенің жауабың қандай? Мысалы, балаға логикалық сұрақ қойған кезде қайсы артық? Соны табу керек. Мысалы, үй жануарлары мен жабайы жануарларды араластырып қоямыз. Сиыр, жылқы, қасқыр, қой дегенде қайсы артық деген кезде бала ойланып қой деуі мүмкін. Пішініне қарап. Қасқыр деген кезде жақсы қасқыр. Неліктен артық деген кезде бала ойланып жауап беру керек. Қасқыр, жабайы жануар. Қалғандар ше? Қалғандар үй жануарлары деген сияқты. Негізі ойын арқылы баланы логикасын дамыту өте оңай. Ханшайым ханым, өте керемет, бір пайдалы ақпарат, пайдалы инсайттар алған секілдіміз. Енді бір подкастымыздың соңына да таяп қалған секілдіміз. Қорытынды сұрағымды қойсам деймін. Мұхтар Әуезовтің сөзі бар ғой, әкеміз ғалым болса да тәрбиені тезек теріп жүрген анамыздан аламыз деген. Әйел, ана не үшін білімді болу керек? Бірінші бала
әкеден қарағанда көп білімді негізі анадан алады. Ана мұғалім болуға шарт емес. Ана кәдімгі балаға жақсы дұрыс қарым-қатынас жасау арқылы баланы дамытады. Бала негізі көбінесе анадан көргенін жасайды. Отбасында қалай қарым-қатынас жасайды, әкемен қалай қарым-қатынас жасайды, қызбен, баламен деген барлығы бала көру арқылы ісімен ата-ана көрсетіп отырады. Негізі ана көбінесе анаға қарап өседі бала. Жауапкершілікті негізі қазір таңда көбінесе анаға жүктеп қойған. Ана барлығына жауапты деп ойлаймыз. Сол себептен бүкіл ауыртпашылықты анаға жүктеп қойғаннан кейін ана барынша өз барын балаға үйретеді. Негізі ананың тәрбиесін алған бала жаман бала болып өспейді. Ана мұғалім болуға міндетті емес. Ана кәдімгі тәрбие беруші, балаға оңды солды танытушы. Қазіргі ата-аналар өте дамыған. Барлық жерлерден курстар оқып алған, жаңағы Инстаграм болсын, декретте де тыныш жатпайды. Барлық жағынан ата-ана негізі дамып отыру керек. Мен негізі көбінесе өзім оқу орталығында айтып жатырмын ғой, 100-ден астам, 200-ден астам балаларды оқытамыз. Бізде 9 ай бойы бала оқиды. Көбінесе балаға оңай болу үшін, есеп шығару оңай болу үшін, оқыту оңай болу үшін мен қандай қиындықтарын өтіп жатырмын. Соны көбінесе ата-аналарға үйретемін. Мектеп мұғалімдері мысалы балаға үйретеді, үйге берілген тапсырманы береді, жібереді. Біз мына беріп жатқан тапсырманың өзін жиналыс жасаймыз, көбінесе жиналысты көбірек жасаймыз. Жиналыста ата-аналарға үйретіп жатамыз. Ата-ана, сіз білімді болыңызшы, сауатты болыңызшы. Мен үйретіп жатқанда сіз үйрете аласыз. Мысалы тақтаға 1 деген санды, 2 деген санды қалай дұрыс жазу керек, қалай сауатты жазу керек, соны үйретемін ата-анаға. Ата-ана қағып алса, соны үйдегі баласына бағыт бағдар беріп отырса болды. Мысалы жазу қалай көлбесұзға түсу керек. Бала көбінесе көлбесұзға түсе алмайды, өйткені бала телефонды көп көреді. Көлбесұзықтың үстіне смело түсе алмайды. Соларды қалай көлбесұзға түсу керек, неше көлбесұзық тастау керек. Барлығын өзімнің денемнен өтетін нәрселерін бәрін ата-анаға үйретемін. Бала ойлайды, уже менің мамам, менің апайым сияқты сауатты екен. Барлығын өзі үйрете алады екен деген сенімде болады. Сол себептен ата-ана міндетті түрде өз-өзін дамыта беру керек. Қазір таңда енді мұғалімдер өз-өздерін дамытып жатыр. Жаз болсын, қыс болсын, әйтеуір барынша курс алып, әйтеуір ертең келетін балаларға жаңа барлық білімдерін бергісі келеді. Сол сияқты ата-ана да білімді болу керек. Ата-ана өз-өзін дамыту керек. Мысалы балада қандай пробелдер болып жатыр, балаларда қандай проблемалар болып жатыр. Қазір не көп, Инстаграм көп, қазір не көп, оқу көп, қазір не көп, курс көп. Кез келген курстарды оқи бермей, өзіне керекті нәрселерді оқу керек. Содан кейін басқа ата-аналармен де бөлісіп отыру керек. Өйткені бүгін сіз қиыншылықтан өтсеңіз, ендігіде басқа ата-ана қиыншылықтан өтуі мүмкін. Сіздің этаптан өткен нәрселеріңізді басқа ата-анаға енді өтуге тура келетін кезеңдер болады. Сол кезде нақты сіз білімді болсаңыз, соның барлығын бөлісіп отырасыз. Ол бір жағынан Алла тағала сізге жаңағы сауаптан боласыз, екінші жағынан сол ата-анаға көп көмектесесіз. Ата-аналар тарапынан негізі мен ата-аналармен жақсы тұрамын да. Өйткені ата-аналар маған ұнайды, мен көбінесе айтқанымды ата-аналар тыңдайды. Мен аузымнан қандай сөз шықса, ата-аналар аңтылып отырады. Апай, сіз айтыңызшы, қандай мектепке берейік? Апай, сіз айтыңызшы, кімге берейік? Мен негізі мат сыныбын оқытатын болғаннан кейін барынша балаларды дамытамыз, үйретеміз, оқытамыз, балаларды қақшандатып қоямыз. Бізде бірінші на высшем уровне лидерский качество болу керек. Айтып жатырмын ғой, менің 2 кабинет бар бізде. Менің оқушыларым мысалы 25 оқушы ма, обедке дейін оқитын оқушы, екінші кабинетте тағы да 25 оқушы оқиды. Мұғаліммен өз оқушыларымен қаншалықты мен дамытып жатырмын. Әр 2 ай сайын екінші кабинетке барып мұғалім оқушылармен жарыстырамын. Апайға айтамын, Гүлмира апай, сіздің 5 оқушыңызды жіберіңіз. Давай, мен 5 оқушымды алып келдім сізге, білімдерін тексерейік. Мықты деген оқушыларын алып беремін. Ол кісі мықты деген оқушыларын шығарады ортаға. Есеп береміз, оқу жылдамдығын, әріптер танимын екен, жылдам алып қою керек. Бізге карточканы таратқанда жылдам болу керек, қақшандап тұру керек. Неге? Өткен мектепке барғанда бала өзінің мен деген сөз болу керек. Еркін болу керек бала. Сол жерде мысалы мен оқушыларым қалып жатса, қайтадан сыныпқа кіремін да, ары қарай жұмыстанамын. Қай жерде мен дамытпай жатырмын деген сияқты. Біз негізі көбінесе балаларды жақсы дамытқаннан кейін
сол баланың сағы сынбайтындай мұғалімге берген жақсы көремін да. Ол бала дайын ғой, ол диктант жазып тұр, ол бала оқып тұр, ол бала есеп шығарып тұр. Содан кейін ата ана бізден сұрайды, апа енді қайда барайық? Сол оқушыларымды менің жанымды түсінетін, баланың жанын түсінетін, ата ананың жанын түсінетіндей мұғалім болса екен деймін. Сондай мұғалімге аманат етіп тапсырғым келеді. ЗПР болсын, ЗРР бала болсын, қаншалықты күшті қылып дамытамыз ғой. Сол балаларды аманат етіп мектеп мұғалімдеріне тапсырсақ, сосын ол балаларға қалай ары қарай үйретіп жіберу керек. Сонымен жұмыстанса тек болғаны балалардан күшті мықты нәтиже шығады. Сол себептен ата-аналарға айтамын, сіз өзіңіз дамуыңыз керек. Сіз өзіңіз ата-ана мұғаліммен сөйлескенде мұғалім өзінің мынандай шекарасы болады. Мұғалім өзінің шекарасынан жібермей тұрады ата-аналарды. Мен айтамын, мұғалім сізбен сөйлескен кезде кәдімгі өзім сияқты сөйлесу керек. Сіз өзіңіз бөліңізді мұғалімге айта білуіңіз керек. Мұғалім сізді тыңдай білу керек. Мұғалім сосын сіздің балаңыз қай жерде пробел болып жатқан, қай жерде бала ақсандап жатқан, мұғалім сізбен бөліскен кезде баладан жақсы нәтиже шығады. Ал кейбір мұғалімдер болады ғой, ата-ана балаңызды оқытпай келдіңіз, үй тапсырмаңызды неге оқытпағансыз, оқытсаңызшы. Ата-ана өз қарау керек деген кезде ата-ана сынып қалады, қалай оқытатынын білмейді даже ата-ана. Сол кезде мысалы ата-аналармен былай сөйлесемін да, бізде мысалы Арсен нашар оқып жатыр, әріпті білмейді, санды білмей жатыр. Арсенді мен дамытуым керек. Мен егер ата-анаға айтатын болсам, Арсен бізде жақсы оқып жатқан жоқ, ең арды болып жүр деп айтатын болсам, ата-ананың сағын сындырам, бір мезгіл ата-ананың көңіл күйін түсіріп аламын. Сол себептен мен ата-анаға жақсы подход жасаймын. Бізде Арсен басқа балаларға барғанда кішкене тек ақсандап тұр. Давайте мен сізге бір нелерді көрсетейін, жолын көрсетейін. Сіз мен айтқан жолмен жүретін болсаңыз, Арсен супер болады. Мен сізге прям сөз берем деймін да, ата-ананы жеке шақырып аламын. Міне Арсен мына жерде ақсандап отыр, жаза алмай отыр. Былай жазып үйретіңізші. Содан кейін екі көлбе сіз тастаңыз да, содан кейін былай жазып үйретіңіз деймін да, өзіне берем тапсырманы ата-анаға. Ал енді сіз орындаңызшы. Мен айтқанымды екі етпей орындаңызшы деймін. Ата-ана егер мен берген тапсырманы әдемі орындап жатса, болды, балаға бағыт-бағдар беріп отырады. Баланы үйден ақ өзі дамытады. Ол уже біліп отырады. Бірінші аптада мен айтамын, бірінші аптада балаға қатты салмақ салмаңыз. Біз балаға үй жұмысын орындай алатындай деңгейге шығарып аламыз бірінші, чтобы ата-анаға қатты нагрузка бермейтіндей. Бала өз-өзін үй жұмысын орындай бастайды ғой мектепте. Содан кейін бар үйге тапсырма беріп бастаймыз. Ол жазып жатқан кезде, мама, қарап жүресің бе, мен қалай жазып жатырмын, дұрыс па деп айта береді, мақтану керек қой. Ата-ана сол кезде қарап бақыттап жүру керек. Сен мына жерде әріпті дұрыс жазған жоқсың ғой, сен мына жерде бүйтіп жазуың керек екен дегенде, уже бала ойлайды, менің мамам да менің апайым сияқты біледі екен ғой деп. Уже бала әдемі жазып жатыр, екі әріпті бір-біріне қосып жатыр. Уже ата-ана көзін, тамақ жасап тұрыңыз да, көзін қиын салып қойыңыз. Одан кейін бала өзімен орындап жатса, баланы мақтаңыз. Балаға сол бір мақтаумен кәдімгі баланы күшті етіп аласыз. Ата-аналар көбінесе қатал танытады ғой. Балаларға мүмкіндік бермейді. Балаларды қатал ұстайтын сонша даже қателесуге де жол бермейді. Балалар болады бізде оқып жатады да, дірілдеп оқиды да. Неге? Өйткені ата-ананың сұсы бар, мұғалімнің сұсы бар. Сол себептен бала оқыған кезде де дірілдей оқыды. Сол дірілді басуымыз керек. Қателесуге қорқады. Айтамын, қателес, қорықпа, мен де сөйтіп оқи алмайтын басында. Содан жаймен үйреніп кеттім, сен де үйреніп кетесің деп. Сол себептен қазіргі таңда біз балаларды, осы 2 жыл болды, қазір 3 ай демалыста бізге келетін оқушыларды лидерский качествоны ояту үшін біз балаларды алдын ала дайындаймыз. Өзіміздің сынымызға лидер болатындай оқушыларды мұғалім дайындаймыз. Мысалы қазір жаз оқыта 3 оқушыны дайындап жатырмын. Олар неге? Ертең мен оң қолым болады олар. Баладан үйренген кезде бала сескенбейді, бала дірілдемейді, бала қорықпайды. Сол оқушыларым жақсылап үйретіп аламын 3 ай бойы. Содан кейін бастап қыркүйекте баланы оқытуға сен көмектесіп жүрші. Аида, сен көмектесіп жүрші. Сезім, сен көмектесіп жүрші дегенде баланың қасында оқығанда еркін оқиды. Оны хей деп жетін. Ол мұғалім емес. Бала баладан тез үйренеді негізі. Сол себептен біз осы соңғы қоңырауда өзіміз ешқандай командалық жұмыс жасаған жоқпыз. Тек қана оқушыға команда беріп қойдық. Оқушы өзі жүргізді, барлық жұмыстарды өзі атқарды. 25 оқушыдан шығарып, кіргізіп,
барлық өлеңдерін өзі айтқызып, барлық тақпақтарын өздері айтқызып, оқушылар мұғалім сияқты жұмыс жасады. Сол жақтарын оятып алсақ болды, басқа ондай қатты қиыншылығы жоқ. Негізі баламен көбінесе маған мынандай ұсыныс болады: сіз неге басқармайсыз деп. Сіз мұғалім оқытасыз, оқушы оқытасыз, неге басқармайсыз деп. Маған басқарған өте ұнамайды. Мен оқушылармен жұмыс жасағанды ұнатамын. Өйткені оқушымен әртүрлі оқушы келеді жылда. Түрлі оқушының жүзін көресің ғой. Мысалы 25 оқушы сіздің алдыңызда жататын болса, 1-ші сыныпқа 4-ші сыныпқа дейін дайындайтын болсаңыз, ол бастауыш сынып мұғалімісіз ғой. Дайындайтын болсаңыз, 4 жыл бойы сол бір беттерді көресіз. 4 жыл бойы сол оқушыларды көресіз. Ал маған жыл сайын келген оқушыдан практика жинап атамыз біз. Өзіміз денемізден өткіземіз. Жылда келетін оқушыларда жылда әртүрлі диагнозбен келеді. Биылғы диагнозбен ендігі жыл басқа диагнозбен келеді. Оны біз жаңартып отырамыз, курстар оқимыз. Сол себептен сол балаларды дамыту арқылы балалардан практика жинап отырамыз. Маған бала оқыту ұнайды өзіме, чем басқарғаннан қарағанда. Керемет Ханшайым ханым, бүгін біздің подкастымызға келіп осыншама бір пайдалы ақпараттармен бөліскеніңізге алғыс айтамын. Шыны керек, өзім де бір қайтадан көріп шығатындай бір түйген инсайттарым болды. Енді ана сауатты болса, ұстаз сауатты болса, оның сарқыты балаға бақ болып келеді деген ойдамын. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі подкаст ұнаса, лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.